Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақты бастамастан бұрын арнаға тіркелмеген болсаңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза өтіріңіздер, міндетті түрде жауап беретін боламын. Олай болса балалар, бүгін біз сіздермен 46-шы сабақ өнерлінің қолы алтын тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта балалар мәтіндегі негізгі ойды анықтайтын боламыз. Олай болса, бірінші тапсырма өнерлінің қолы алтын дегенді қалай түсінесің? Өнерлінің қолы алтын дегеніміз балалар, қолынан өнері келіп тұрған кісілердің он саусағынан бал тамған дейді. Барлық нәрсені жасай алатын кісілерді өнерлінің қолы алтын деп айтады екен. Екінші тапсырма өлеңді мәнерлеп оқы және жаттап ал. 10 саусақ. Жалғыз саусақ тіпті де, ұстай алмас жіпті де. 2 саусақ бірікті, ине қолға ілікті. 3 саусағым орамды, жүгір деді қаламды. Өнерлі екен 10 саусақ, қала салсақ, жол салсақ. Өлеңнің авторы Мұзафар Әлімбаев. Үшінші, түсініп оқы. Өлеңнің авторы туралы әңгімеле. Мұзафар Әлімбай балалар ақыны, соғыс ардагері. Ол 1923 жылы Павлодар облысы Шарбақты ауданы Маралды ауылында туған. Ұлы Отан соғысына қатысқан. Балаларға арнап Балдәурен шіркін балалық, Ақсерек те көксерек және тағы да басқа көптеген кітаптар жазған. Өкінішке орай Мұзафар Әлімбаев 2017 жылы дүниеден озды. Мінекей балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Өлеңді тыңда. 10 саусақ. Шаршы топпен жалғасып, күмбірлетіп күй салсақ, 10 пернені дәл басып, ойнақтаған 10 саусақ. Көкте бұлтпен таласқан 15 қымбат үй салсақ. Көк кірпішін қалаған тегеурінді 10 саусақ. Алма жүзім өрікті, майыстырып бау салсақ. Ауылымызды көрікті ететінде 10 саусақ. Өлеңнің авторы Шона Смаханұлы. Бесінші тапсырма түсініп оқы. Өлеңнің авторы туралы әңгімеле. Шона Смаханұлы ақын сықақшы. Ол 1924 жылы Жамбыл облысы Талас ауданы Ойық ауылында туған. Балаларға арналған Шимайбек пен шыңқ кетпе, үр тоқпағым ұр және тағы басқа жыр жинақтары бар. Ол 1988 жылы дүниеден озды. 6-шы тапсырма. Өлеңдерде адам еңбегінің қандай түрлері әңгімеленеді? Өлеңде балалар тігіншілік, құрылыс, диқаншылық туралы әңгімеленген. 7-ші тапсырма. Өлеңдердің әрбір шумағына ат қой. Өзің қандай мамандықты ұнатасың? Бұл жерде балалар күй, құрылыс, бау-бақша. Мінекей балалар, осылай біз өлеңді 3 жаңағы бөлікке бөліп қарасақ болады екен. Келесі тапсырма бізде 8-ші тапсырма, мәтіндерді салыстыр. Бірінші мәтіннің авторы, тақырыбы, негізгі ойы, 10 саусақ туралы тіркестер. Мәтіннің авторы Мұзафар Әлімбаев, тақырыбы 10 саусақ, барлық еңбегі өнерлі 10 саусақ. Екінші өлеңнің авторы бұл жерде бізде Шона Смаханұлы. Өлеңнің тақырыбы 10 саусақ, негізгі ойы қолмен жасаймыз. Одан кейін 10 саусақ туралы тіркестер бізде ойнақтаған 10 саусақ деген тіркес сөз алсақ болады екен. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар, біз қуанышты боламыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.